Сәуір халықаралық құстар күні. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі қызметкерлері осыған орай ауқымды экологиялық іс-шара өткізді. Сарқан ауданына қарасты екі аша ауылында ұйымдастырылған шараға жергілікті мектеп оқушылары белсене қатысты. Бастама Таза Қазақстан және парктер шеруі 2026 акциялар аясында өткен. Іс-шара барысында ұлттық парк инспекторлары оқушыларға құстардың табиғаттағы ерекше рөлі, оларды қорғау тәсілдері туралы мазмұнды ақпарат берді. Жас өрендер табиғатты аялау тақырыбында өз ойларын ортаға салып, экологиялық бастамаға белсенді қатысуға дайын екендерін көрсетті. Мамандардың айтуынша, мұндай кездесулер жас ұрпақтың табиғатқа деген жанашырлығын арттырып қана қоймай, экологиялық сауатын ашуға мүмкіндік береді. Бүгін табиғаттың әсем әншілері орман мен даланың ажырамас бөлігі болып табылатын құстар күні. Бұл күн 1906 жылдан 1 сәуірден бері тойланып келеді. Олардың саны азаюы табиғатымыз үшін үлкен дағдарыс. Сондықтан әрбіріміз құстарды аялап және олардың тіршілік ету ортасын сақтауға үлес қосуымыз қажет.